Сәлем достар, сіздермен бірге Бану және Кәусар. Бүгінгі біздің видеомыздың аты мен салған суреттерімді көрсетемін. Мен бұрында салған суреттерімді көрсетемін деген мағынада. Мен 1-2 жыл бұрын сурет салғанмын және де үйірмеге қатысқанмын деген сөз. Бір ай қатысқан. И сіздерге өзімнің суреттерімді көрсететін боламын. Енді көп сөзбай бастай берейік. Лайк басып, тіркелуді және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды бастаймыз. Мен сіздерге А3-ге дәу параққа салған суреттерімді көрсетемін. Кейін альбомдағы суреттерімді көрсететін боламын. Достар, енді мен сіздерге салған суретімді қазір көрсететін боламын. Сен беріп отырасың. Бірінші менде осындай табиғат. Көріп тұрғандарыңыздар, бұл жерде бізде күн батып жатыр. Мен енді бұны 4-ші сыныпта салғанмын. Келесі бұл бізде әткеншек. Мінекей қараңыздар. Кеш батып жатыр және де мына жерде әткеншек көрініп тұрған шығар сіздерге. Мына жерде жұлдыз. Мінекей. Достар, міне менің екінші суретін жақсылап көріп алыңыздар. Мен енді бүйтіп қатты көрсете алмаймын да. Ал енді сіздерге үшінші суретімді көрсететін боламын. Пожалуйста, қаша тұршы. Достар, енді менде осындай сурет. Гуашьпен салынған көбісі. Қараңыздар, мына жерде пальма ағаштары. Бұл менде норм шыққан сурет. Енді қатты әдемі болды деп айта алмаймын. Мінекей, мына жерде де кеш батып жатыр. Мен көбінесе кешкі уақытта не істелген суреттерді салғанмын да. Көбінесе мына жерде су, мына жерде тас. Мінекей. Бұл енді норм шыққан сурет. Ал енді келесі суретке кеттік. Бізде бұл 1-ші маусым балалар күні. Мынау менің қолым, короче. Кішкентай болып қалған ба қолы? Құттықтаймыз деген сияқты. Мен просто мамырда барғамда бір ай қатысқам. Ағай бізге осындай сурет салғызғанда 1-ші маусымға сурет салыңдар деп. Міне осындай сурет. Ал енді келесі сурет. Келесі бізде осындай Лунаның суреті. Енді танитын шығарсыздар атақты Луна. Мен бірақ бұны қазір фанаты емеспін. Просто салғам. Енді жерде қол жоқ. Мен бірақ бұл кезде қатты сурет салмайтын едім. Енді келесі суретке көше береміз. Так, бізде келесі сурет бұл осындай кішкентай параққа салынған. Қараңыздар, мынау гүл. Бүйтіп губкамен басып салғанмын. Енді құмыра. Бұл жерде енді әдемі салғанмын. Артқы фонын бүйтіп өрнек қылып салғам. Және тағы бір сурет. Бұл да кішкентай параққа салынған, А4 параққа. Қараңыздар, бұл жерде Наурыз мерекесіне салғам. Бауырсақ әдемі салынған. Өзім салдым. Мына жерде бізде енді Наурыз көже деген сияқты міне. Артқы фондар, мінекей. Өте әдемі шыққан. Бұл сурет өзіме де ұнайды. Енді келесі суретке көше берейік уақытты созбай. Ал, мінекей. Бұл енді бізде алыстан әдемі көрінеді. Бұл мен ағайыма да ұнаған. Короче, мына жерде кеш батып жатыр, сондай ауа райы. Мына жерде қызғалдақтар, мына жерде бізде жол үстіп кеткен. Бұған енді маған ағайым көмектескен. Бұл кезде мен онша салмайтын едім. Қараңыздар, мына жерде ағаштар, тұлпар, киіз үй, табиғат салғанмын басында. Міне осындай табиғат. Мынау 1-ші маусым. Дәл жаңағы сурет қараңыздар. 1-ші маусым және де 1-ші маусым. Бұл екі сурет бірдей салынған. Бірдей салынған енді фоны басқа. Мынау дәу болып жазылған. Мынау кішкентай болып жазылған. Маған осы түрі ұнайды. Ал енді келесі суретке көше береміз. Бұл бізде алма. Қараңыздар, мына жердегі ағы бұл өзі осындай болып салынады. Мынау бізде алманың көлеңкесі, мынау сәндікке светильник салып қойғаным, артқы фонды көріп тұрсыздар. Достар, мен сізге айтайын дегенім, менің осы көрсеткен суреттерімді салсаңыздар болады. Художниктерге, яғни суретшілерге айтарым, осындай идея таппай жүрсеңіздер, мен салған суретті салсаңыздар болады. Ал енді көп сөзбай келесі сурет. Бұл енді маған қатты ұнайтын сурет. Короче, қалай бит ұрып осындай домалақтар істегенмін. Мынау бізде осындай сары шөптер, гүлдер, табиғатта. Енді бұл табиғатқа байланысты сурет. Бұл өзіме қатты ұнайтын сурет. Негізі А4-ге салынған, көбісі осындай А3-ге салынған да дәу параққа. Ал енді бұл бізде қала. Мынау көлік, ағаштар. Және мынау бізде көп қабатты үйлер. Бұл суретте маған қатты ұнайды. Негізі бұл суретті мен былтыр салған тұғым. И көркемдіктің апай бізге осындай сурет салды екен. Қараңыздар, құстар, кешкі ауа райы, кеш батып жатыр. Ал енді мына сурет.
Мына дельфиндерді қараңыздар, және бұл жерде тағы да кешкі ауа райы. Менің көп суретім айтып тұрғандай кешкі ауа райыдан болған. Міне бұл да менің сәтті шыққан суретім. Мына көлді көріп тұрғандай түсі басқаша, өйткені бізде кеш батқан осындай суларға енді осындай свет түседі ғой. Дельфиндер кешкі ауа райда кеште жүзіп жүреді. Мына бізге қоян. Бұл раушан гүлдері, қараңыздар, екеуі екі түрлі шыққан. Маған осы раушан гүл ұнайды. 2022 жылға орай салған суреті. Бұл да сәтті шыққан. Міне мынау да кешкі ауа райы. Бұл енді түн, қараңыздар, бүйтіп жұлдыздарды салғанмын, қаламмен ручканы ұрып, осындай гуашьпен салғанмын. Бұны енді мен қиял әлемі ретінде істедім. Қараңыздар, мультик кейіпкерлері клеймен жабыстырып істеген. Бұның суретке вообще қатысы жоқ. Бірақ енді сол уақыттарда істеген, сондықтан түсіре салайын деп шештім. Енді дегенмен өзім істегенім ғой, сондықтан түсіре салайын деп шештім. Мына басында көрсетіп қойған суреттерім жақыннан көрсетейін деп шештім. Мінекей. Және де міне. Және де болды. Все бітті. Ендігі кезекте менің альбомым. Мына екі парақ алып бастайық. Бірінші сурет бізде осындай қаншайым. Достар, негізі бұл жерде көбісі портрет. Міне қараңыздар. Алтыншысындай портреттер көп салғанбыз. Мінекей қараңыздар. Менің салған портреттерім. Бұл енді бізде гуашьпен салынған. Мен бұны просто салғанмын. Апай қалаған суреттерін салыңдар деген. Короче салғанмын. Ой. Бұл просто. Енді бізде портретсіз карандашым, короче, қаламмен салынған. Бұл да портрет и қоңырауспен басып шыққанмын. Кофтасында бәрі жақсы болады деген жазу. И шашында осындай гүл сәндікке. Все. Келесі сурет бізде осындай. Просто қараңыздаршы, ерні шеттетіп қалған. Әйтпесе әдемі шыққан. И сіздерге портрет салып үйреніп жатқан қыздарға айтарым. Қанық түсті алыңыздар. Ең айтқанда қаны қандай қара түс болады ғой, қатты бояйтын түрлі түсті карандашы. Сонымен бүйтіп басып боянса шаштарын, көздерін қазір сіздерге күшті бір суретімді көрсетіп қараңыздар. Вот, қараңыздар. Мына көзін бүйтіп қара қаламмен басып бояған. Осы суретімді қазірше апайлар мен сыныптастарым бәрі мақтап жатыр. Міне жақыннан қарасаңыздар болады. Соңғы суретім өте әдемі шыққан. Сіздерге айтқым келгені, менің каналымның дамуы үшін өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Айтқым келгені, подписация батырмасын басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, комментарий жазып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Ал енді сіздерге көрсетейін, қараңыздар. Сіңілім менің салған соңғы суретім бар емес пе? Жаңағы көз. Дәл сол көзді сіңілім қызығып салған. Қалай? Комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока.